Жүсіп Зылиха дастаны Ташкенттен Осип Алексеевич Порцевтың баспаханасында 1904 жылы 186 бет болып жарық көрген. Кітаптың 3-4 беттері жоқ, мәтін парсы тілінде. Жүсіп Зылиха шығыстағы көп елге тараған ғашықтық дастаны. Негізінен Інжіл мен Құран кәрімде баяндалатын Жүсіп пайғамбар туралы оқиғаға құрылған. Сюжеті шығыстың көп ақындарының шығармаларына өзек болған. Қисса желісі бойынша Жақып пайғамбардың 11 баласы арасындағы күншілдікпен туған қайғылы жәйттерді баяндаудан басталады. Жақып 11 ұлының кенжесі, Жүсіпті өте жақсы көреді. Әкесінің патшалық тағы мен тәжін Жүсіптен қызғанған 10 ағасы оны өлтірмек болады. Жүсіпті әулиелер мен періштелер аман алып қалады. Жүсіпті ағалары қол аяғын матап құлдыққа сатып жібереді. Дастанда Жүсіптің ұзақ жылдар жат елдерде жүріп, жан төзгісіз қайғы қасірет көргені суреттеледі. Ақыры Жүсіптің кемеңгер даналығы мен темірдей төзімділігіне Мағриб елінің патшасы Таймус, Мысыр әміршілері Риан мен Әзиз ерекше риза болады. Соның арқасында Жүсіп Мысыр еліне патша болып, сүйіктісі Зылиха сұлуға үйленеді. Патша Жүсіп бүкіл елдегі түрлі қантөгістер мен соғыстарды тоқтатып, бейбіт, бақытты өмір орнатады.